Сәлем достар, біз бүгін шоколадты бордовый түсті бархат жасайтын боламыз. Красный бархаттың аналогы. Осылай 4 жұмыртқаға біз сармайды 180 граммдай сармайды қосқан болатынмын. Осылай араластырып аламыз. Үй температурасындағы 72-82% сармай болғаны дұрыс. Осылай одан кейін біз келесі шекер қосып жібереміз. Шекеріміз әрине ол 300-350 граммдай болады. Осының бәрін жақсылап араластырып қосып шығамыз. Барлық ингредиенттер сармаймыз да, шекеріміз де өздері еріп, өзара біркелкі масса болған кезде ғана, осындай әдемі масса болғаннан кейін, және тағы да кішкене араластырып тұрған дұрыс, себебі барлығы әдемі болып, бір идеальная болып шығу керек. Одан кейін келесі бізде өсімдік майы. Өсімдік майын мен 150 граммдай қосып жіберген болатынмын. Және бұл өсімдік майы иіссіз болғаны дұрыс. Сонда ғана бізде тестамызда өте әдемі дәмді болып шығады. Осылай араластырып алдым теста мен майды. Бірге араластырып жатырмын. Және де осылай араластырып болғаннан кейін келесі ингредиенттерге көшетін боламыз. Келесі бізде осының барлығын араластырып алғаннан кейін келесі ингредиентіміз ол құрғақ ингредиенттер. Ол ұн, сода, какао, разрыхлитель болып табылады. Ұн менде 350-370 граммдай болды. Какао 2 ас қасық, сода 2 шай қасық және разрыхлитель 2 шай қасық болды. Осылардың барлығын араластырып алдым жақсылап. Иісі де өте әдемі болып, өте бір иісі ароматный болып шығады. Осылай бұны да ысырып қоя тұрамыз да, келесі ингредиенттерді жасауды кірісеміз. Ол әрине 2 нәрседен тұрады. Ол айран және де қызыл краситель болып табылады. Барлық ингредиенттерді көрсетіп қоямын. 300 грамм айран болады. 300 грамм айранға біз 1 шай қасықтай краситель ұнтақ қосамыз, пищевой красительді қосамын. Негізінен гелевыйды қосу керек, ол тіпті міндетті десем де болады. Мен гелевый таппағандықтан осылай қызыл краситель мен ұнтақ красительмен істеуді жөн көрдім. Ұнтақпен істесеңіздер сіздерде бордовый, яғни қанық қызғылт түсті бархат шығады. Мен шоколад, яғни какао қосқандықтан осылай атау берген болатынмын. Осылай араластырып шықтым айранға. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай бірге араласып біркелкі болу қажет. Оның массасы да әдемі болып шығу керек, түсі де өзі де. Міне менде сармайлы массамен, сармайлы жұмыртқалы массаға осы 2 массаны, яғни ұнтақты массамен, жаңағы айран мен красительді екеуін кезекпен кезек құйып отырып, араластырып шығатын боламыз. Осы 2 затты үшеуін бірге араластыруымыз керек. Міне мен көрсеткенде қылып, кезекпе кезек салып отырып, араластырасыздар венчикпен. Сонда бізде түсі жақсылап келе бастайды, бордовый цветке өзі келе бастайды, бір шоколадны бордовый цвет болып шығады. Осылай біз араластыра береміз, өзі түсі де әдемі болып келе бастайды. Соған байланысты жасалып шығатын болады. Міне менде осындай болып шықты. Түсі өте әдемі, шоколадты, бордовый, қанық қызғылт түс болып шыққан болатын. Және коржымызды қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Ол үшін біз табаға пергаментті мұжып алып қоямыз. Сосын пергаменттің үстіне ақ май, өсімдік майын жағып аласыздар. Содан кейін мен 10 ас қасық, осы тестадан әрбір коржға 10-11 ас қасықтан салып шықтым. Себебі корждарымыз өте нәзік, өте дәмді, өте бір дәмі ерекше болып шығады. Сол үшін біз осылай нәзік болғандықтан да осылай 10 ас қасықтан салып отырдым. Сонда бізде көтеріліп піседі, әрі нәзік болып пісетін болады. Одан әрі жақсылап тұрып 10-15 минут менде 300 граммдай қызып тұрған 300 градустай, яғни қызып тұрған пешке мен 10-15 минут қойып алдым. Тез піседі өте. Жақсылап қарайсыздар. Менде 5 корж шықты. 5 корж шыққаннан кейін жаңағы менде рецепті бар. Қайнатпалы кремнің ютубымда сол крем бойынша жасап, сол креммен арасына жағып отырып 3-4 немесе 4-5 қасықтан салсаңыздар болады. Мен 4-5 қасық салып отырып осылай жасап шықтым формаға 5 коржымды.
бетін осылай безендірдім өзінің ұнтағымен. Міне тағы да үстін безендіріп жіберген болатынмын. Формадан алғаннан кейін бұл ертеңгі күнгі тұрып түні бойы тұрған торттың түрі. Келесі бізде бетін мен негізі печеньемен, ұнтақты печеньемен бетіне сеуіп шыққан болатын, әлеп шықтым солай. Менде осындай болып шықтым. Міне түрі де өте әдемі, нәзік болып шықты. Арасындағы кремі де, өзі де, безендіргені де өте нәзік, бір-біріне үйлесімді. Шаймен ішуге өте керемет.